Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін 14 наурыз 2025 жыл. Мынау әкімшіліктермен мынандай қаулы алдым. Көріп тұрғаныңыздар. Бұл жерде не дейік? Бұл жерде мен 15 март 2025 жылы Сарыағаш қаласында әкімшіліктің алдында саяси тұтқындарға бостандық деген тақырыппен митинг өткізетінім туралы ескертпе тастаған болатынмын. Олар өз кезегінде маған жаңағы парк Победада бізде өткізу керек, жалғыз сол жер болған. Сол жерде өткіз деп не қылды. Мен әкімшіліктің алдында емес. Мен оған согласие бердім. Парк Победа өткіземіз деп. Ал енді келіп алып, ол күні мына жерде ол жерде жоспарлап қойған. Ол жерде басқа запланировано проведение культурного мероприятия деп сол күнге отказ беріп отыр. Жарайды, бізде тоқтамаймыз, бізде не қылмаймыз. Мынау ораза біткеннен кейін Құдай қаласа тағы да береміз. Кеше мен әкімшілікте болғам. Ол жерде жаңағы 15 мен 25 аралықта Наурызға байланысты күнде мероприятие болатын болды. Енді оны кім барып, күнде барып тексеруге нем жоқ. Ол жақта мына сол жерде Жұмакүл деген белсенді қызымыз бар. Сол барып көрер. Сол күні 15 күні сол жерде мероприятие болады ма, болмай ма, соны түсіріп жібереді. Басқа да белсенді азаматтарымыз бар шығар Сарыағашта. Олар да көрсін барып, сол жерде сол күні сондай мероприятие болып жатқан болатын болса. Ал мен халқымен сендерден кешірім сұраймын. Алдында маған жаңағыны сол жерде өткіз, Жеңіс паркінде өткіз деп маған предложение бергенге маған өзі рұқсат беріп жатқан шығар деп ойладым. Кеше мен сол өткізу туралы әкімнің қаулысын алуға барған уақытта осыны естідім. Мейлі жазбаша жауабын алып олайын деп қайтып келіп, міне қазір жазбаша жауабын алып, міне сіздерге хабарлап отырмын. Рахмет, келем деген азаматтарына жекемен хабарласып, қашан болады, қалай келеміз, қалай барамыз деп айтып жатқандарына бәріміз білеміз. Мына Нұржан Әлтаев, Алмасбек Садырбаев, Марат Шыламбаев, мына Думан Мұхаммедкәрім, жаңағы Айгерім, осылардың бәрі саяси тұтқын, өзінің саяси көзқарастары үшін отырған. Одан бөлек қаншасы жаңағы мынау ограничение свободы дейді ғой, сода жүрген. Мына Нұрлыбай Татаев, оған да 1 жыл ограничение свободы берді. Ол да Ленгерден. Ол да сол сияқты 26 адам. Бұл бізде прокуратура системасы мен сот системасына реформа жасамай болмайды. Біздің кеше мына саяси тұтқындарға бостандық деп қойған жоспарымызда, митинг өткізетін жоспарымызда, осы прокуратура системасы мен сот системасына реформа жүргізу туралы мәселе қоямыз өкіметтің алдында деген неміз бар еді, жоспарымыз бар еді. Ол да үзілді, кесілді. Міне осындай өкіметтің құйтырқы әрекеттерінің арқасында болмай жатыр. Құдай қаласа болғызамыз. Бұдан тоқтап қалмайды. Ары қарай да митинг жалғаса береді деп ойлаймын. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар. Рахмет бәрілеріңе. Митинг болмайтын болды.